Bir күні қонжық таңертең ерте оянып сыртқа шықты. Аспан көгілдір, күн жарқырап тұрды. Ағаштар сары, мен қызыл жапырақтарын сыбдырлатып, орман күзгі әдемі түске боялып тұрған еді. Кенет аспаннан кішкентай ғана ақ ұлпа баяу төмен түсті. Қонжық алақанын созып еді, ұлпа еріп кетті. Тағы бір ұлпа, тағы біреу аспаннан ақ қар ұлпалары көптеп түсе бастады. Ой, бұл не ғажап деп қуанды қонжық. Бұл алғашқы қар еді. Жасыл шөптің үстін аппақ қар жапты. Сары жапырақтар қар астында жылтырап көрінді. Қонжық қардың үстімен жүріп өтті. Тап табандарынан із қалды. Суықтан қонжықтың мұрны қызарып кетті, бірақ ол бәрі бір күліп тұрды. Қонжық қарды домалатып үлкен қар добы жасады. Сосын кішкентай аппақ аққала құрастырды. Аққаланың көзі қара, ал мұрны қызғылт сәбізден болды. Осы кезде қонжықтың достары да келді. Олар бірге күліп қар ойнап мәз болды. Көк аспаннан қар баяу түсе берді. Барлық жер тыныш әрі әдемі еді. Күн батты, аспан қызғылт сары түске боялды. Қонжық үйіне қайтты. Терезеден сыртқа қарап қарды тамсана тамашалап. Алғашқы қар ең әдемі күн деді ол ақырын. Сол түні қонжық тәтті түс көрді. Ақ қарлы орман, жарқын түстер және бақытты достары бар еді.